Қайырлы кеш, қалайсыңдар? Соңғы кезде көп видеоларды салмай кеттік. Бөлісетін уақыт келді деп ойлаймын. Енді мен өзім негізі проблемаларымды ешқашан айтпағам. Енді көптің сұрағына жауап болсын, біздің салған видеоларда көбісі ботаның аяғы ауыр ма? Көптеген сұрақтар қояды. Соған жауап: ботаның аяғы ауыр. 5-6 айдан кейін біздің балапанымыз өмірге келу керек еді. Бірақ өкінішке орай бұндай бақыт бізге бұйырмай тұр. Бізде бәрі сіздер ойлағандай күшті емес. Бізде де қиындықтар болады, сынақтар болады. Ер жігіт болғаннан кейін не келді, не кетпейді. Алланың бізге бір сынағы болды. Бізге дәрігерлер баланы дереу түрде алып тастауға айта алмай жатырмын. Бізге дәрігерлер баланы дереу түрде алып тастауды ұсынды. Себебі баланың денсаулығына байланысты. Және де ботаның денсаулығын сақтап қалу мақсатында баламызды алып тастауға кеңес берді. Мен көп ойландым. Шешімі бар деп ойладым, бірақ шешімі жоқ екен. Бәлкім араларында бұны неғып айтып отыр деп отырғандар бар шығар. Жаңағындай сұрақтар қойылмасын. Мен көтере беремін. Маған адамдар не жазса да, қандай хейт жазса да, боқтаса да мен мән бермеймін да. Ал ботаға бұның барлығы ауыр тиеді. Қыз балалар түсінеді деп ойлаймын. Аллаға шүкір, осы жолда келе жатқаныма, осы салада сіздерге қызықты дүние түсіріп 6-7 жылдың көлемі болды. Басынан бастап қолдап келе жатқандар да бар. Енді бәріне бірдей жақпайсың ғой. Айтпауға да болатын еді. Отбасындай көреміз сіздерді. Бір отбасымыздың мүшесі сияқтысыздар. Сол себептен осының бәрін сіздерге айтуға тура келіп тұр. Қазіргі таңда сіздердің қолдауларыңыз өте қатты керек болып тұр. Маған да, ботаға да. Екеумізге де ауыр тиді. Біз жаспыз енді. Өміріміз алда. Алла қаласа бәрі жақсы болып кетер. Қанша ойлар мазалайды. Осыны бір бөлісіп қойып дедік. Көптеген адамдармен де ақылдастық. Бұған басында жүрек қатты ауырды, бірақ қазір енді қабылдадық. Мен отырсам сынып, бота отырса сынып, кім жеңеді бұның бәрін? Осы уақытқа дейін жасырып келіп едік сіздерден. Қуанышпен бөлісеміз бе деп. Бірақ арты осындай болып тұр. Жаңалықтармен бөлісіп отырамыз, стористардың бәрін үзбей көріңіздер. Сөзін ашық, сіздерден қатты қолдау керек болады бізге. Біреуді байлықпен сынайды, біреуді баламен сынайды. Бір кем дүние деген осы ағайын. Барға шүкір ете біліңіздер. Қолда барда алтынның қадірін біліңіздер. Баламен, отбасымен емес, дүниемен сынасын баршамызды. Бұл дүниеде бірдеңе өзгертуге болады, ал бірақ Алланың қалауын өзгерту қиын. Бәлкім мүмкін емес те шығар. Аман болыңыздар. Ботамды больницаға жатқыздық. Бүгін сұратқан заттарын алып келдім. Полиция дегенге күндерінде қаратпасын. Дайрект жарылып жатыр. Қолдауларына көп рахмет. Носки, шлепка, киім, взрослый да памперс болады екен ғой. Енді біліп жатырмын. Памперс алып келді, түсінбей тұрсың ғой. Не памперс деп, не үшін деп қоямын. Аллаға сансыз шүкір. Бәрі қарбаласып кетті ғой соңғы кезде. Бәріне үлгеріп жүрген әйтеуір. Жолға шығуым керек еще. Жөн. Мында ыдыс аяқ, бокал трубочкамен. Сатып алдың ба? Иә. Жұмысың ба, жан? Не? Үйде бар ғой, сұратыңыз. Короче, 4-5 тұрсы ала салдым сразу. Мынандай носки алдым. Ең главный еркекке бұндай сәттерде сынып қалмау ғой. Болды ғой. Өтеді кетеді. Қазір 2 машинамен жолға шығам бұйыртса. Стористарын бәрін үзбей қараңдар. Айтатын дүние көп сендерге. Қазір Мустангты алып, Мерсті алып, 2 басылға жолға шығам ба деп отырмын. Че там? Не болып кетті вообще өзі, өмір. Мынандай бордюрлар жау ғой бұның. Кетті, короче. Жарайды, новыйын заказ береміз. Дүние ғой. Көбісі түсінбей жатыр. Не болып кетті өзі дейді. Құрметті оқырмандар, қысқадан нұсқа айта кетейін. Бізге дәрігерлер баланы алдырып тастауға кеңес берді. Себебі бізде диагноз осындай міне. Оны айтпайын ба деп ойлағам, бірақ енді түсініктірек болу үшін айтуға тура келіп тұр. Қазір бала ешқандай да 9 айлық, 7 айлық емес, 3,5-4 ай болып қалды. Енді былай айтқанда жетіліп қалған кәдімгі бала ғой. Әйелдің жағдайын әйел ғана түсінеді. Біз бұндай күйді кешпегеннен кейін бізге қанша айтса да біз бұл состоянияға кіре алмаймыз да. Бізден тек қолдау, жанында болу. Бота қазір ауруханада жатыр. Енді мен нақты толығырақ білмеймін, бірақ дәрігерлердің айтуы бойынша жаңа әйел адамдар біледі ғой. Бұндай жағдайларда толғақ шақыртатын дәрі береді, толғақ шақыртып алдыртады, өйткені бұл кішкентай срок емес. Көбісі жазып отыр, бау берік болсын деп түсінбей қалып жатқандар бар ғой. Енді Алла разы болсын. Жақсы бір ниетпен ләйім солай болға иншалла. Бірақ енді осындай қазір сынақ болып тұр. Бізге дәрігерлер айтты, бұл бала 9 ай көтеріп сендер тусаңдар да әр кетсе 1-2 күн өмір сүреді деді. Болмаса 9 айдың ішінде ол өліп кетуі де мүмкін деді. Бұл жерде ботаның денсаулығы ғой. Жаным сол.
Главное, дені сау болсын. Дәл қазір ештеңе қызық болмай тұр. Шүкір мен қабылдадым. Сол в общем, түсініктірек болу үшін бізде осындай диагноз болған. Араларыңызда дәрігерлер болса түсінетін шығар. Бұл андай бір емделіп кететін, бір өмірге қалыптасып кететін баланың диагнозы емес. Бұл түбі дүниеден өтетін бала. Максимум 1-2 күн ғана өмір сүре алатын. Оның өзі даже не факт. Потом түні бойы қиналып шықты. Енді ұзақ уақыт восстановление керек болады. Қолдауларына түсініп жатқан жандарға көп рахмет. Осыны бір бөлісіп айтып қойын деп едім. Ләйім тек қуанышпен бөлісейікші бір-бірімізге. Аман болыңыздар. Бақош, осы уақытқа дейін қанша қызбен жүрдің, сонша ағаш ек. Таусылмайды ғой. Арасында депрессия бар екен. Сәл қиналған кезде қайттан басталып тұрсын. Мына тренд енді прикол болайын деп тұр ғой примерно. Қанша рет күнәға баттың, сонша рет ағаш ек. Осы уақытқа дейін Олжас қанша қызбен жүрдің, сонша ағаш ек. Кетейін, машина мойкаға қалдырып жатырмын. Өзім мустанг алып кетіп баратырмын. Че там? Қалай? Бол, братан. Мына жерде жуып жатырмын, братандарды. 1,5 сағат қоя, братан. Бол. Симай қалды, прикинь. Что-то ұрады. Сол Астанаға кеп қалдық аяқ асты. Ауырып қалдың ба? Жоқ, ауырып қалдым. Мама, офицер емейміз, қолым жетпей жатыр. Мустанг бөлекті, бірақ. Не болды? Видео түсіріп жатсыңдар ма, балам? Болды, ертең ауылға барғасын айтыңдар, Олжас ағам қыдыртты деп, жарай ма? Ауылда 90 жылдық болып жатыр ғой. Мұнда қазір қол күрес болады, қазақша күрес болады, көкпар болады, бәйге болады. Көкпарға қатысуға келді. Той құтты болсын. Қуаттанып ал, бауырым. Ал кеттік. Житақ салса? Бас енді. Қолын тіреме, ар жақ қолын тіремесі. Бассашы. Басамай тұрсын ба? Молодец. Сен ешін керексің ба? Короче, қалада жүрсем, мына жерде бір әдем машина тұр екен. Опа. М5 Competition. Оригинал ғой, мынау? Оригинал, я. Бұл көлік кімдікі екен? Сіз ба, хозяин? Ассалаумалейкум. Мына кісіні танитындар бар ма? Мына сіз машинаңыз ба точно? Әйелім. Еліміздікім. Көреміз отырып. Че, урологтарға бұзып тасен етсі? Мына енді жарысыға урологтар кіретін бұл. Бүйтіп жүретін бір машина бар. Олжасхан деген жігіт. Жұрыңыз, менің көрсеңізге. Менде бірақ шынайы эмоция шығуы мүмкін сізде. Мынандай істетікті біз мағанда. Рульді қақта істетсіз? Рульді заказ бердім ғой. Ай, брат! Эй, брат! Бір операциям бар, брат, қазір. Бол, брат, бол! Болды! Мына жерлерім бір бөлек болып кетті оны. Қолым қысылып қалды. Ол жеке тасташмайошырымшы. Қалай айдап ұшып кетпейін мен? Ұшып кетпей қалай айдап жүрсің? Мен былай айдамайым. Менде водительский опыт жоқ ше. Масқара ма екен? Қазір операцияда былай тұрайын да тұрып қойсын. Мына жеріне жиылып қалшы, мына жаққа келіп қалды, астынан бәрі. Мен оқырмандардың арасында кітапты ежелемей мықты, грамотно оқитындар бар ма? Бар. Сен жақсы оқисың ба? Иә. Ежелемей деген қалай ол? Типа андай. Типа елшісі. Сондайлар бармайды өзі. Мен сөйтіп оқимын ғой жан. Дейсің, жақсы оқисың ғой. Ма? Фатху әл-Бари кітабында имам Ибн Хажар бір топ. Құрметті оқырмандар, көбісі мені Алматыныкі, Шымкенттікі деп ойлайды. Екібастұз деген қала бар. Бұл қалада 150 мыңдай адам тұрады. Қателеспесем, одан көп емес енді. Осы қалада
мен өстім. 5 жасымда әкем дүниеден өтті. Оған дейін ауылда тұрдым. Нағашы жұртым барлығы осы қалада тұрады. Сосын біз 5 жасымызда осы қалаға көшіп келдік. Мен YouTube'қа шыққан влогымда барлығы айтылған, туған жерімді бәрін көрсеткем. Осы қалада туып өскен, в общем. Бұл қалада енді жаңағыдай біздің сала қатты дамымаған. Енді бұрында түсірген видеоларымды көрсем енді өзімнің күлкім келеді. Сол бастаманың арқасында қазір осындай жетістікке жеттік. Ол кезде енді ұят, жұрт не дейді, анау не дейді, мынау не дейді деген сөздің бәрін сырып тастағаннан кейін мен Аллаға шүкір осындай деңгейге жетіп отырмын. Миллиондаған адам тұрмайды бұл қалада. Осы қалада тұрып 1 миллион оқырман жинадым. Аллаға шүкір қазір 1,5 миллион аудиториям бар Instagram желісінде. Енді TikTokта қаншама аккаунтым банға кеткен. Қазір соның өзінде 1,2 миллион оқырманым бар. Бұл аудитория менің отбасым постоянно поддержка береді. Астана мен Екібастұздың арасы 320 километр. Осылай мен екі ортада сенделіп шауып жүрем. Себебі бұл жақта ата-анам тұрады, ана жақта әйелім бар. Қазір енді әйелім ауруханада жатыр. Жанында болайық десек кіргізбейді. Үйде құр бос жатқаннан жұмыстарымды бітірейін деп келдім. Осы қалада үйім салынып жатыр. Астанада емес. Қазір келесі видеоларда толық түсіндірем. Бүгін душевный бір контент болсын. Сіздермен бір от души сөйлескім келеді, айтқым келеді ішімдегі барлығын. Менің контентім ол біреуге қайғы мұң сыйлау емес. Менікі тек қана ата-анаға деген құрмет, досқа деген сыйластық, жастарға мотивация, махаббатпен қарайтын контент. Сондай бір қарапайым дүние ғой былай қарасаң. Бірақ осының барлығына жету үшін қанша жылдар артта қалды. 6-7 жыл болды мен осы саланы сүріп келе жатқаныма. Жаңадан қосылып жатқан оқырмандар бар, ен танып, соларға бәрі білсін дегенім ғой. Қазір ойлап қоям, шіркін марқұм әкемнің көз тірі болғанда бүйтіп блогер болмас едім бә деп қоям. Енді Алла тағала бәрін өзі реттеуші ғой. Әкем марқұм жылқышы болған. Қазір бәлкім бір жылқы бағып жүрер ме едім, білмеймін ғой енді. Алланың қалауы ғой. Еш ренжімейміз өмірге. Анам да үнемі айтып отырады, асып-тасып байлықтың да керек емес балам деп. Дені сау болсын. Ел қатарлы өйстіп өмір сүрсек те жеткілікті деп. Біздің отбасылар андай ғой енді. Таңертең кетеді жұмысқа, кешке келеді. Сондай өмірді қалыптастырып қойған. Ал қазір жастардың ой өрісі, өмірге деген көзқарастары мүлде басқаша. Ешкім жұмыс істегісі келмейді. Бәрі жеңіл ақша тапқысы келеді. Көбісі ақша тапқысы келеді, бірақ жұмыс істегісі келмейді. Ал бірақ тұрақты, адал, жақсы табыс табу үшін біраз тер төгу керек болады. В общем, солай. Ары қарай жүріңдер. Сендерге толық таныстырайын. Бір душевный әңгіме болайын деп тұр бүгін сендермен. Үзбей до конца көріңдер. Қазір мен тиынды іздеп жүрмін. Тиын деген ақша емес. Анда тиын бар ғой жануар. Соған мына тамақты беретін боламыз. До конца көріңдер. Кеттік. Әлі таппадым. Болмаса сен жей салшы ма? Мама подъезжает, вон она. Мозгов у меня нет, господа, но зато есть идея. Ассалаумалейкум, братан. Жеңішші, братан. Тыныштық па? Жеңішші. Братан, жеңішші. Әке. Таза жеңішші. Гараждың кладкасын бастадық. Жұмыс қарқын жүріп жатыр, Аллаға шүкір. Бірі білсе де бірі білмейді. Бәлкім жаңадан қосылып жатқан оқырмандар бар шығар. Өзім үй салып жатырмын. Аллаға шүкір 21 жасымда бастағам. Аз-аздан үздіксіз. Қанша поддон? 6 поддон ба? 8 поддон ба? Мынау гараж 2 машина сиятындай. Майна. Үйдің ең қиын жұмыстары бітті. Аллаға шүкір. Бұрыннан бері стройкада жүрсіз ба? Я? 21 жасымнан бастап, 1 жыл болды. Басына вообще дым қақпағам. Қазір әлі дым қақпаймын. Смело. Бисмилля. Песок келіп жатыр да просто. Машинам өзіммен бірге стройкада жүреді осылай. Песок келді, песок. Жұмыс қайнап жатыр, Аллаға шүкір. Күнде қайнап тұр. Ішінде перегородкалар бастадық, кладка жүріп жатыр. Потолоктар биік. Братандарым бойы жетпей лисамен қалап жатыр қазір. Гаражға пескоблок бола береді, нормально. Үйде кірпіштен соқтық. Енді үй салып жатқан кезде ақыл айтатындар көбейеді. Мына өшім заборға бір әдемі кірпіштер керек болып жатыр. Сол если что болса айтыңдар. Жақын жерде Павлодарда болса, Аль-Фараби деген жігіт бригадир. Осы жігітке барлығын тапсырдық. Үйдің ішін көрсетейін сендерге. Мынау үйдің есігі, кіреберіс. Осы есіктен кіресіңдер, мына жерде тамбур болады. Сосын былай кіресіңдер, мына жақтан сразу залға өтіп кетеміз, Алла қаласа. Үлкен есік тұр тоже. Бұл кухняның есігі. Кухня 26 квадрат. Потолок па? Кухня Аллаға шүкір үлкен. Мама өйткені кухня үлкен болған қалайтын, всегда армандайтын. Кеттік жүріңдер.
Былай кіресіңдер, мына жақта менің комнатам болады, Бота екеуміздің ала қаласы. Мына жер біздің гардероб. Жүр. Комнатадан кухня үлкен ғой. Мына жақ уборный, короче. Мына жерде ванна тұрады, ала қаласа. Мына жерде душ болады. Ала қаласа бүгін бітіп қалады мына жақ. Сосын мына жаққа көшеміз. Мына жақ енді зал болады. Мына жақта тағы бір 2 комната болады, терезелерін қараңдарсы сендер. Мен өзім бойым где-то 176. 3 қатар көтердік еще негіз. Мына жерден басталған. Қой, слишком болып кетті анау деп. Дизайн бойынша, короче, кухняң осындай. Әдемі ма, қалай? Спальный осындай болады, міне гардеробпен четкий тоже. Міне уборный осындай болады, дизайн бойынша. Кайф. И залдікі осындай міне. Әдемі. Пока мына 2 комната әлі істелінген жоқ. Кухнядан сразу шығып терраса болады. Мына жақ кен, алды кен. Алдағы уақытта сендермен ақылдасып отырып, неше түрлі дүние жасайтын боламыз, Алла қаласа. Главное осы үйдің ішін бітіріп, сыртын бітіріп, үйге кіріп алсақ, қысқа жетпей. В общем, қаншама еңбек жатыр. Мынандай рекламаға мебель алдым. Булочный жігіттерге рахмет. Вроде залға қоям ба деп отырмын. Павлодардан сразу шықты. Бүгін келдік, міне көріп отырмыз. Мына вариант самый идеальный, слоновый кость. Мына өйткені қазір светке шыққан кезде кішкене былай жарқырайды, түсін өзгертеді кішкене. Слоновый кость міне мынау ғой. Осы цвет дұрыс болады деп ойлаймын, өйткені менің үйім хай-тек стилінде. Ертең енді бұйыртса алдағы уақытта көресіңдер қалай болатынын. Сол кезде бірақ көрінеді ғой қазір визуально қалай болады вообще. Қазір былай айтып дұрыс түсінбеулерің де мүмкін. Осы кірпіш шығаратын заводтың басшысы Екібастұздікі. Кеше сол стористі көріп, бізді осына шақырып, головной офисқа барып, өздеріне кірпіш таңдаңдар, мен сендерге берем дейді ғой. Олардың кірпіштерінен салынған облицовка жасалған. Алла разы болсын, бірақ связьға шығып, бізде бар, бізден алсаңдар болады деп сразу адресін бәрін берді. Ойлағам ғой мен, басқа қаладан іздеймін, тағы тасу керек болады деп. Оказывается, өзіміздің төңіректі былай үнілсек, іздесек табылады екен бәрі. Менің үйіме стильға прям сай келіп тұрған кірпіштер. Осыны алайық, енді сапасын бәрі мақтайды. Бізде көбісі білмейді екен просто бұл жерді. Енді қай түсін таңдайық? Жаңағы өзіміз слоновый кость деген жақсы сияқты, қалай ойлайсыңдар? Маған как раз ашық түстер керек. Слоновый костьпен әлі ешкім салмапты, потому что ол кішкене қымбаттау. Көбісі кішкене қорқады ол темадан. Олжасхан да блогер болғандықтан, қаншама халық көріп отқаннан кейін, олардың предложениесі сол осы. Жақсысын предлагать етіп отыр маған, Алла қаласа. Ертең салып болғаннан кейін көрсетеміз. Міне, осы үшін бүгін кірпіштерді қалай көрінетінін көруге келдік. Қалада бір кісі осы кірпіштермен фасад жасап отыр екен. Бірақ біз тек қана заборға аламыз, бізге фасадқа бұл керек емес. Бірақ біздің цвет более ашықтау болады, Альфа. Мынандай болмайды, қара оттенок вообще болмайды. Мына кісінің үйінің проекті бөлек екен, бірақ ішін көрсете алмаймыз, өкінішке орай. Можно вот прям, знаешь, крупным планом, если получится, снять, как вот шов идет. Также у нашего кирпича идеальная геометрия, что позволяет делать абсолютно ровный шов. То есть погрешность у нашего кирпича 1-2 мм, это максимально. Можно шов сделать тонким, это будет красиво, ровно, богато. Очень низкое влагопоглощение у кирпича, высокая марочная прочность. В наличии есть все цвета, пигменты не выгорают, у них очень большой срок службы. Кирпич надежный, качественный, самое главное это отечественный производитель. Мы здесь рядом, в Павлодарской области, всегда можно добрать какую-то продукцию. Поэтому мы лидеры здесь. Аллаға шүкір, үйдің біраз жұмысы бітті, әйнектер орнатылды, бөлмелер бөлінді. Мен жан-жақта шапқылап жүрмін. Бұл үй Екібастұзда салынып отыр. Бәрі осы жақтан басталған. Бұрыннан келе жатқан оқырмандардың бәрі біледі. Осы қалада мен салып жатырмын. Көбісі айтады, неғып Астанадан салмадым, неғып ан жақтан салмадым деп. Менің барша туыстарым, апам, анам, нағашы жұртым, барлығы осы жақта. Менде Алматыда, Астанада туыстарым жоқ. Қазір Астанада өзім, Бота екеуміз ғана. Жұмыстың барлығы сол жақта болғаннан кейін, сол жақта тұрып жатырмыз. Бұл үйді салып жатқан мақсатым, енді қанша жыл болды? 1,5 жылдай болып қалды ғой бастағаныма. 21 жасымда бастадым. Өзіміздің тұрып жатқан үйімізді енді берекелі ғой, Аллаға шүкір. Қара шаңырақ десек те болады. Апамыздың қолымызда өстік, барлығы біздің үйге келеді. Бірақ енді берекелі десек те, үй шыны керек тар. Қонақ келсе, үйдің іші ыстық. Бұл үйді үлкен қылып салып жатырмын. Бәріміз осы жақта жүретіндей шұғылып. Той болса да, қонақ күтсек те осы жақта болатындай бәрі. Енді әр ер адамның арманы деп ойлаймын, үй салу. Салып тұрған үйді сатып алу немесе өзін салған екі история ғой негізі. Айтылатын дүние көп та. Иншалла бұл арманымда орындалар бір күні. Қазір енді баста осындай кішігірім сынақтар бар. Аллаға шүкір, мойымаймын. Мен негізі сіздерге оны білдіртпеймін да, жүре берем күліп ойнап.
не десек те енді ботаға да маған да оңай емес, екеумізге де қиын. Әйел адам қаттырақ түсінеді ғой. Ботаға екі есе қиын деп ойлаймын бұл жағдай. Сондықтан бұл жерде мен мықты болуым керекпін. Осылай екі ортада шапқылап жүрем. Ер азығы жолда дейді. Аллаға шүкір. Әйтеуір бар мен базар деп аз-аздан үздіксіз еңбектеніп құйып жатырық үйге. Шүкір Аллаға. Ассалаумағалейкум. Шүкір Аллаға, көршілер де жақсы. Главный көрші дұрыс болу керек қой. Көрші ақысы, тәңір ақысы дейді. Көршімен дұрыс болу керек. Кейбір көршілер туысынан жақын ғой. Үйдің ішін бөлдік. Мен бұның барлығын сіздерге не үшін көрсетемін? Мені көретін жастар көп. Менің бауыр қарындастарым көп. Үлкен аға әпкелеріміз де бар. Мотивация болсын деймін. Бұл үйді саларда менде қыруар ақша болған жоқ. Алып, полный под ключ салып беріңдер дейтінде. Ақырын бастадым қолда бар ақшаммен. Шүкір Алла өз берекет беріп қояды. Керек кезде напақамды тауып әйтеуір адалынан салып жатырмыз. Аз-аздан болса да үздіксіз. Енді әкем болмаса да Аллаға шүкір ақылдасатын ағаларым бар, нағашыларым бар, жақындарым бар, кеңес беретін. Бірақ әкенің орны бөлек та жүргені. Осының барлығын әкем көрсе екен деп іште бір орындалмас арман жатыр. Шүкір Аллаға. Әйелімді, анамды, апамды бақытты етсем, басқа ештеңе қатты қызық емес. Өмір деген өзіне сынақтан тұрады. Өмір сонысымен қызық. Әрбір қит еткен нәрсеге сына берсек түгіміз қалмас. Не болса да екі қолға күрек табылады. Бұл өмірде дүние жағынан бірдеңе жоғалтсам да қатты қорықпаймын. Главное, жақындарым аман болсын. Сіздер аман болыңыздар. Сіздерді мен отбасымсыздар ғой бір жағынан. Қаншама қолдадыңыздар, қаншама дүниелер жасадық осы уақытқа дейін. Аллаға сан шүкір. Осының барлығы оқырмандарыма, жастарға мотивация болсын деп көрсетемін. Қазір бәлкім ата-аналарды бір марқайып қарап отқан шығар, иншалла. Баламыз да бізге үй салып берсінші деп. Әумин. Ата-аналарға айтарым, главный балаларыңызды ешқандай баламен салыстырмаңыздар. Жаңа жұрттың баласын қараш, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деп. Әр баланың өзінің бір таланты болады. Қолдауларына көп-көп рахмет. Аллаға сан шүкір. Тоқтамаймыз, басамыз. Стористарды үзбей көріңіздер. Қолдауларыңыз қатты керек. Аман болыңыздар. Жақсы.